Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бүгін 5 минутта дайын болатын ең жеңіл білезік жасаймыз. Ол үшін бізге 4 кішкентай домалақ түрлі бисер, ұзын сары түсті бисер және қыл және үлкендеу бисер, сосын қайшы міндетті түрде керек болады. Ең бірінші қылымыздан өзімізге керек мөлшерінде қиып аламыз. Бізде білезік жасайтындықтан өте ұзын қажет емес. Сосын қылымызға бисерлерімізді тіземіз. Видеодағыдай ең бірінші ұзын сары түстен біреу, сұр түсті кішкентай бисерден біреу аламыз. Ұзын сары түсті бисерден тағы біреу аламыз. Одан кейін кішкентай түрлі түсті бисерлерді құраймыз. Бұның ретін жаттап алыңыздар, тура осы реттерді қайталай береміз. Ең бірінші сары түстен біреу, жасылдан біреу, қызғылт түстен екеу, сосын қайтадан керісінше жасылдан біреу, сарыдан біреу аламыз. Мінекей достар, дәл осы ретмен тізіп алсаңыздар, өздеріңізге тиімді болады. Ары қарай бізде ұзын сары түсті бисерден тағы біреу аламыз. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Әрі қарай сұр түсті бисерден біреу өткіземіз. Сары түсті, ұзын сары түсті бисерден тағы біреу өткіземіз. Сосын жаңағы рет бойынша сарыдан біреу, жасылдан біреу, қызғылт түстен екеу, жасылдан біреу, сарыдан біреу өткіземіз. Достар, қараңыздаршы, ешқандай қиындық жоқ. Дәл осы рет бойынша тізе берсеңіздер жеткілікті. Достар, алдағы уақытта сіздерге қандай әшекейлердің жасалу жолдарын үйретейін. Астына пікір қалдыра кетіңіздер. Мінекей, білегіміздің өлшеміне байланысты бисерлерімізді тізіп алдық. Енді соңғы жұмыстар қалды. Ол үшін 2 жасыл түсті бисерді өткізіп аламыз. Сосын үлкен бисерлерімізді өткіземіз. Біріншісін өткізіп болғаннан кейін ортасына бір қызғылт түсті бисер қосқандарыңыз әдемі көрінеді, және де үлкен түсті бисердің екіншісін қайтадан өткіземіз. Сосын мына тұрған үлкен 2 бисермен розовый түсті бисердің біреуін ары қарай өткізіп жіберіп, 2 жасыл түсті бисерді аламыз. Қылымыздың ұшын керісінше өткіземіз. Одан кейін барып дәл жаңағы ұшымыздан бір жасыл түсті бисер аламыз. Дәл сол жасыл түсті бір бисерден қылымыздың екінші ұшын алып, қарама қарсы өткіземіз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар жеткілікті. Жұмысымызды аяқтауға таяп қалдық. Енді осы 2 ұшты жібермей байлаймыз, түйіншектейміз. Болды. Жұмысымыз осымен аяқталады. Осындай әдемі бисеріміз дайын болады. Қалай достар, сіздерге ұнады ма? Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Менің видеоларымды көргілеріңіз келсе, қоңыраушаны да баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.